Сәлем достар, бұл видеода біз сан бұлшықетіне укол салуды үйренетін боламыз. Қимылдамай осылай жатқан кісілер болса, жамбас бұлшықетіне емес, сан бұлшықетіне осылай салсаңыздар болады. Алдыменен үш бөлікке бөліп аламыз санды. Ортаңғы бөлігіне бұлшықетті кішкене жиырып алып, осылай жаймен дәрілік препаратымызды енгізетін боламыз. Егерде көгерулер, шишкалар пайда болатын болса, гепарин маз жағып, тура жамбас бұлшықетіне жасаған сияқты сан бұлшықетіне де солай уход жасайтын боламыз. Достар, егерде қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Видеолар сіздерге түсінікті болып жатыр ма?